Сәлем құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда сіздермен біз тұқым қуалайтын және жүре пайда болған белгілер тақырыбын қарастырамыз. Ең алдымен өзгергіштік ұғымына тоқталайық. Яғни өзгергіштік терминін біз өткен видеода да айтқанбыз. Енді өзгергіштік термині ол тірі ағзалардағы ата-анасынан ерекшеленетін жалпы қасиет болып табылады. Биологияда өзгергіштікті тұқым қуалайтын және де тұқым қуаламайтын деп екі топқа бөліп қарастырамыз. Немесе модификациялық және де мутациялық өзгергіштік деп. Ең алдымен тұқым қуаламайтын өзгергіштік немесе модификациялық өзгергіштікке тоқталайық. Бұл өзгергіштіктің түрі тікелей қоршаған ортаның әсеріне тәуелді. Мысалы, суретте бізде оқжапырақ өсімдігі көрсетілген. Байқасаңыздар, оқжапырақ өсімдігінің жапырақтарының пішіні екі түрлі. Яғни судың астындағы жапырақтары бізде таспа тәрізді болып тұрса, ал су бетіндегі жапырақтары ол оқ тәрізді, оқтың пішініне ұқсас болып тұр. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл оның жапырақтарының, өсімдіктің жапырақтарының қоршаған ортаның әсеріне қарай түрінің өзгергендігін көрсетеді. Сонымен қатар сіздердің кітаптарыңызда бір жұмыртқадан дамыған егіз қыздардың мысалы келтірілген. Яғни бір жұмыртқадан дамыған егіз қыздарды екі түрлі отбасы асырап алады. Біреуі ақш-тың оңтүстік штатында, ал екіншісі солтүстік штатында. Бірақ олар бірнеше жыл өткеннен кейін кездескен кезде егіздің сыңарының бір қызында бетінде секпіл пайда болғанын байқайды. Яғни ол неден? Жалпы екеуінде де секпілдің генінің болғандығы анық, бірақ та тек біреуінде ғана пайда болған. Яғни оңтүстікте өмір сүрген қыздың бетінде секпіл пайда болған, себебі онда ультракүлгін сәулелерінің өте көп бөлінуінен. Ал солтүстік штатта өмір сүрген қызда секпіл пайда болмаған, себебі ол жақта ультракүлгін сәулесінің жетіспеушілігін байқауға болады. Мінекей осы мысал да тұқым қуаламайтын өзгергіштікке мысал болып келеді. Яғни тікелей қоршаған ортаның әсеріне қарай өзгергендігін байқаймыз. Келесі ол бізде тұқым қуалайтын өзгергіштік, яғни мутациялық өзгергіштік деп атасақ болады. Мутация бұл генетикалық материалдардың тұқым қуалау өзгерістері болып табылады. Бұл бізде ең ірі және де ең ұсақ болып жіктеледі. Ең ірілерінде хромосомалар санының өзгерісін байқасақ, ең ұсақтарында ДНК-дағы нуклеотидтердің жиілігін өзгеруін байқауға болады. Яғни мутация бізде барлық тірі ағзаларға тән қасиет болып табылады. Эволюциялық даму барысында ағзада қалыптасқан үйлесімділік бұзылады да мутациялардың түрлері пайда болады. Мысалы алып қарасақ, зиянды мутация. Яғни зиянды мутация дегеніміз ол бізде тұқым қуалау қасиеттерінің өзгеруі, тіршілік әрекетін нашарлатуы. Екіншісі ол бейтарап мутация. Бейтарап мутация бұл тіршілік үдерістерінде өзгеріс болмайды, немесе дәл осы орта жағдайларында мәнсіз болып табылады. Пайдалы мутация бұл өзгерістен ағзаның қандай да бір қасиетінің жақсаруын байқауға болады. Және де өлтіргіш мутация ағзаны өлтіріп жібереді. Мутацияға әсер ететін негізгі себептер олар мутагендік факторлар немесе мутагендер деп аталынады. Яғни мутациялық өзгергіштік, мутациялардың түзілу процесін біз мутагенез деп атаймыз. Мутацияларды тудыратын факторларды мутагенді факторлар деп атаймыз. Яғни мутагендік факторлар бізде әртүрлі болуы мүмкін. Физикалық мутагендік факторлар, химиялық мутагендік факторлар, биологиялық мутагендік факторлар. Яғни қандай да бір ағзаға радиацияның, күн сәулесінің әсері, немесе оның химиялық құрамының өзгеруін айтсақ болады. Осылардың барлығы да мутациялық өзгергіштікке әсер ететін негізгі факторлар болып табылады. Енді осы мутациялық өзгергіштіктің негізгі маңызын қарастырсақ, жалпы эволюциялық маңызына тоқталсақ, ең алдымен мутациялық өзгергіштіктің эволюциялық маңызы ол жаңа түрлердің, жаңа сорттардың, тұқымдардың пайда болуына алып келеді. Адам популяцияларының полиморфизмі мутацияларға байланысты, яғни мұрын, құлақтың пішіні барлығда. Мутациялар нәтижесінде тұқым қуалайтын аурулар дамиды. Дәрігерге тұқым қуалайтын аурулардың себебін білу және де емдеу жолын дұрыс таңдауға көмектеседі. Және де жанұяда ауру балалардың туылу мүмкіндігін анықтауға мүмкіндік береді.
Жалпы бүгінгі сабағымыз осы. Біз сіздермен тұқым қуалайтын және де тұқым қуаламайтын өзгергіштікті қарастырдық. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ түсінікті болып, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше